Biz mine бүгін Қарқараның төрінде, кезінде Еребілтөбе жерінде біз бүгін арнайы келіп, осы жерді көріп, осы ескерткіштерді көріп, осының тарихымен салыстырып, зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында келген едік негізінде. Енді 1916 ұлт-азаттық көтерілістің қазақ тарихында алатын орны өте зор. Бұл біздің ең алғаш ұлт болып, отаршыл орыстардың бізге жасаған қысымына, отаршылдық бодандық саясатына қарсы қазақ халқының көтерілген көтерілісі еді. Міне осы жерде негізінде осы Қарқараның өңірінде кезінде Қарқара жәрмеңкесі болған, ол жерде Шоқан Уәлихановтың болғандығы бәрімізге белгілі. Және осы жерлерде кезінде оның ар жағында Үйсін тайпалары өзіміздің ата-бабаларымыз мекендеген. Мына жерлерде қарап тұрсақ, көптеген обаларды көріп тұрмыз. Бұл негізінде 1916 ұлт-азаттық көтеріліс болған жер әрине осы жақта, осы Қарқара маңында, өңірінде, Қарқара өзенінің маңында деп айтылады. Және жазылған, енді ол қай жерде болған, негізгі көтерілістің болған жерінде 1926 жылы көтерілістің 10 жылдығына орай, сол кезде облыстық губерниялық атқару комитетінің төрағасы Ыдырыс Көшкінов, Жетісу облысының, сосын сол кезде үгіт насихат бөлімінің меңгерушісі болған Ораз Жандосов дейтін ағаларымыз бүкіл 1926 жылы Қызылордадан осында көптеген әртістерді Серке Қожамқұлов, Күләш Бәйсейітова, Әміре Қашаубаев және ақын Иса Байзақов ағамыз бар, Қалибек Қуанышбаев бар. Көптеген әртістерді алып келіп осы жақта 10 жылдығын атап өткен. Ереуілтөбе, яғни ол неге Ереуілтөбе деп аталған? Ол кезде, яғни барлығы көтеріліп, дәл осы жазықта, осы жақта ұзақ Саурықов, Жәменке Мәмбетов бастаған ағаларымыз қарсы болып, біз әскерге бала бермейміз соғысқа, тыл жұмысына деп қарсылық жасаған болатын. Сонда қарап тұрсақ, солардың көзі кеткеннен кейін артынан үлкен басталған. Бұл Ереуілтөбе сол кезде соның жауабын айтқан күн 11 шілде 1916 жылға. Сонда қарап тұрсақ, енді осыған байланысты 26 жылы барлығы жаңа жиналып, бір күн бұрын бәріне хабарлап айтып, өзеннен тас алып келіңдер деген. Сонда 1000-нан астам адам жиналған екен. Сол кезде барлығы Қарқара өзенінен барып, атқа өңгеріп, құшақтарына қысып, барлығы тас алып келіп үйген. Енді біз мына жерде қарап тұрсақ, салыстырып отырмыз. Мынау ескерткіш алғаш рет белгі ретінде 1987 жылдың 4 қазанында жексенбі күні ескерткіш орнатылған болатын осының орнында. Ал қазіргі мынау қарап тұрған Ереуілтөбедегі мына ескерткішіміз 96 жылы мына белгі қойылған. Ал 87 жылы мына қасымызда тұрған мына ескерткіш сол ана төбенің басына орнатылған белгі болатын мінекей. Бұның сол кезде неге 86 жылы емес, неге 87 жылы? 86 жылы көтерілістің 70 жылдығы болатын. Ол кезде орнатқан жоқ. Содан ел ағалары, үлкен кісілер, олар қазір қайтыс болып кетті. Көбі барлық осы мәселелерді көтеріп жүріп, осыны неге белгі қоймасқа, ата-бабаларымыздың рухына тағзым етуіміз керек емес пе дегендей үлкен көтеріп жүріп, 87 жылы қазан төңкерісінің 70 жылдығы келеді. Соның қарсаңында мінекей 4 қазанда соның алдында белгі қойылады. Міне ол ескерткіш мынау болатын. Ол ескерткіш ана төбенің басында тұрады. Кезіндегі түскен суреті бар, айналасында пионерлерді тіз қатар қойып, Бексырға Данышпанов дейтін осы ауданның әкімі болған. Сол кезде лентасын алғаш қиған сол кісі болатын. Енді қарап тұрсаңыздар, мына ескерткішті қазір құры тұрған тас сияқты қойып қойған. 96 жыл негізгі мына ескерткіш жаңадан орнатылғанда, мынаны сол жақтан алып келіп, қайтадан орнатып, мына кіреберіс жеріне қойып қойған. Бұны біреу білер, біреу білмес, бұл неғылған тас деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ негізінде 87 4 қазанда осыған орнатылған негізгі ескерткіш осы болатын. Және мына жерлерді қарап тұрсақ, мына жағында міне 4 ағаш тұр. Және кезінде осының бетіне бір тақта орнатылғандығы анық міне. Сондағы естеліктердегі жазылуы бойынша бұл жерге Ереуілтөбе ескерткіші деп жазылмаған, тас үйік деп аталған екен. Тас үйік деген мінекей құры. Кезінде тас үйген жер деп осы жерді көрсетіп осында қойған.
Енді бұл жерде тарихи үлкен бір қателік тұр. 1926 жылы деп жаңа ескерткіштің басында қойған, 26 жылы осы жерге тас үйілген дейді. Бір 86 жылы алғаш белгі орнатылған дейді. Мына белгіні 86 жылы орнатылған деп қояды. Бұл 87 жыл 4 қазанда. Бір қателік осы. 26 жыл тас үйт дегеннен шығады. Біз мына жерді қарап тұрып, айналасынан ешқандай өзен көріп тұрған жоқпыз. Негізі осыған қатысқан Қанаділ Әбдікерімов дейтін атамыз 26 жылы 12 жаста болған екен. Атына мінгесіп алып, алдына өңгөріп алып, ол да тас алып кеп үйген. Мінекей. Сол жерге. Бірақ бұл жер емес негізінде. Ол басқа, ол өзеннің маңында деген. Сондықтан бұл осыны белгілеу орнында үлкен қателік кеткен. Кейін бұл сол кісілердің айтқан естеліктерінде де жазылғаны бар. Әттең сол дәл орынға, сол өзінің орнына үйілген жоқ, орнатылған жоқ ескерткіш деп. Тас үйілген жерге орнатылған жоқ. 26 жылы Ораз Жандосовтар бастап тас үйілген жер мүлдем басқа жер болатын дейді. Расында да енді соны салыстырып қарасақ, айналада қазір ешқандай өзен жоқ. Қарқара өзені басқа жақта ағып жатыр. Сонда олар тасты қайдан алып келіп үйді деген бір сұрақ туындайды. Мына жерден біз өзен көріп тұрған жоқпыз ешқандай да. Ол бір. Екіншіден мына жерде мына төбе жалғыз тұрса жарайды. Төбе жалғыз емес. Қарасаңыздар мына жерде не? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу айналамызда ондай төбелер көп болып тұр. Бұл оба, үйсіндердің обалары. Сондықтан бұл жерде қателесіп, біз мына обаның үстіне біз осы жерде қойылып ескерткіш қателікпен орнатылған. Ол сөздің естеліктің кезіндегі жаны бар. Сондықтан міне біз бүгін осыны көріп, осы Қарқара өңірінде арнайы келіп, осыған арнайы зерттеу жүргізіп, мінекей, осыны көріп отырмыз. Және бірінші байқағанымыз ескерткіштің расында да, қасында тағы да тұр. Сонда ана жерге де тас үйген ба? Дейтін сұрақ туады. Бір өнен кейін бар бананы 1000-нан астам адам жиналса да, анандай тасты үй алмайды дәу қылып. Ол қазір үйілсе де жермен жексен болып жататын еді. Анандай биіктікте болмайтын еді ол тас. Мінекей. Оны да салыстырып қарауымызға тиіспіз. Енді нағыз ескерткіш міне. Мынау қарап тұрса, бір күн жылдардың жылында бұл да жоғалып, біреулер бұзып, әйтпесе мүжіліп кетеді де мүмкін. Бірақ бұны білу керек. Нағыз міне 87 жылғы орнатылған белгі. Тас үйік деген жазу осы да болған. Сонда мынаны шағып алып тастаған екен тас үйік деген. Мынаның бәрі бекер, мынаның бәрі мүжіліп кетпеген, мынаны жұлып алған жаңағыны. Мінекей. Осыны шет жағасы естеліктерді айтылған. Және архивтік құжаттарда да осы мәліметтер жөнінде деректер кездеседі. Міне біз енді осы Ералы төбеге келіп, арнайы бүгін осы 1916 жыл көтеріліске байланысты арнайы мақсатпен келіп, мінекей 2016 жылдың 16 тамызы бүгінгі күні. Мінекей осыны келіп арнайы осы мәселелердің басын ашып көріп жатырмыз. Бұны болашақ ұрпақтың бәрі біліп жүргені тиіс мінекей. Сол кезде тек соған қатысқан көтерілісшілер ғана қырылған жоқ қой, халық қырылды. Қаншама босып қашты. Шал-шауқан жас балаларға дейін. Мына жақта қырғынның көкесі жүрген. Соны ұмытпауымыз керекпіз. Ұмытпай еске ала жүр, жолың бір түссе бара жүр. Естеліктердің ордасын әніңе әркез сала жүр. Ұмытпай еске ала жүр, жолың бір түссе бара жүр. Естеліктердің ордасын әніңе әркез сала жүр. Ұмытпай еске ала жүр, жолың бір түссе бара жүр. Естеліктердің ордасын әніңе әркез сала жүр. Әніңе әркез сала жүр.